Құрметті оқушылар, бүгін мынандай бір конкурс өткіземіз. Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайы математика үйірмелері арасында қашықтықтан өткізілетін жазықтық фигура есептері конкурсы деген бір конкурс өткіземіз. Өткізу уақыты 06:05:20, конкурстың басталатын уақыты 15:00, 15:30. Олай болса, 6 есеп дайындадық. 5 минутқа бір есептен 6 есеп 30 минутта бітеді. Бірінші есеп. Мынандай бір жазықтық сызбасы берілген. Осы сызбаны өзіне ұқсайтын 4 бөлікке бөлесіз. Екінші. Мына фигура берілді, міне барлық шарттары жазылған. Боялған бөліктің ауданын табасыз. Үшінші. Мынандай жұлдызша сызылды, осы жерде неше үшбұрыш бар? Төртінші. 3-те 4 тік төртбұрышы сызылды. Бұл жерде неше тік төртбұрыш бар екенін санап шығасыз. Бесінші. 3 фигура берілген. Мына фигураның биіктігі 2, ені 1. Биіктігі 2, ені 1. Мынау да дәл солай. Биіктігі 2, ені 1. Мына фигураның биіктігі де 1, ені де 1. Олай болса, мынаның ауданы 2 болады, мынаның ауданы 2 болады, мынаның ауданы 1 болады. Жалпы 3 фигураның ауданы 5 болады. Енді сіз осы 3 фигурадан бір ауданы 5-ке тең квадрат жасайсыз. Мұндағы шарт, егер керек болса, әр фигураны бір-ақ рет кесіп аласыз. Яғни былай кесесіз ба, ортадан кесесіз ба, жоқ, диагоналмен кесесіз ба, әйтеуір өзіңіз білесіз. Керек болса ғана әр фигураны бір-ақ рет кесіп аласыз. Осы шарттарға үйлестіре отырып, бір ауданы 5 болатын квадрат жасап шығасыз. Алтыншы есеп. Мына сызба берілген, осы сызбадан мына біреу кеңістік фигурасын жасауға бола ма? Ойланып жауап бересіз. Жақсы, онда жарты сағаттан кейін бізге WhatsApp арқылы шешімдеріңізді жібересіздер, күтеміз.